Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Гүлім. Сіздермен кездеспегеніміз көп болды. Бұл былай сөйлесіп отыратын видео. Жалпы мен каналда жоқ болған себебім менің жалпы келіндік қызметтерді атқаруға, ауылға барып қайттым. Жалпы бөлек тұратын қыздардың барлығы білетін шығар деп ойлаймын ондай жағдайды. Сондықтан мен осы каналда жоқ болған себебім. Қыздар, бүгін қызықты тақырыпта мен сөйлесейін деп отырмын. Арықтаудың жаңа методы, жаңа түрі, ол интервалды ашығу. Ашығу дегеніміз көбінесе көп қыздарға қорқынышты көрінуі мүмкін. Бұл негізі былай қараған кезде өте оп-оңай түрі. Жалпы мен осы тақырыпты бастамастан бұрын мен сіздерге жалпы диетаның неге жұмыс істемейтін туралы, диетаға отырған адам неге арықтайды, одан кейін қайттан салмақ қосып алатын туралы барлығын түсіндіріп өтемін. Егер сол тақырыптар сіздерге қызық болса, менімен бірге қалыңыздар. Қыздар, сіздерге жалпы диета деген нәрсені арықтап жүрген адамдардың барлығы отырған шығар деп ойлаймын. Диета дегеніміз не? Біз бір нәрсені, яғни тағамды сіз деген немесе өте аз, немесе кішкентай көлемде, немесе бір түрлі тағам жеп, сіз өзіңізді ашықтырасыз, немесе ағзаны жалпы бұрынғы күйден тамағыңыз азайтасыз, сол күйінше арықтайсыз. Ол диета сіз бір апта отырыңыз мүмкін, былай кеткенде 2 апта отырыңыз мүмкін, одан кейін ол диетаның соры болады, жалпы тоқтайды. Адам өйткені өмір бақи олай тамақ іше алмайды. Мысалы, кефирный диета дейді, жаңа айранмен отыратын. Айранды ғана күні бойы ішесіз, бір апта ішуіңіз мүмкін, одан кейін адамның ағзасы оған шыдамайды. Сондықтан адам деген орысша айтқанда срыв болады. Ол дегеніміз адам өзін былайынша шыдамайды, сондықтан басқа тағамдарды да жейді. Жеген кезде мысалы бір апта айрандық, немесе гречкадан, немесе күріштің неше түрлі диеталар бар ғой, соларға отырған кезде ол ағза жалпы ашығады. Сіз 3 килограмм бір аптада 4 килограмм тастауыңыз мүмкін, бірақ сіз дәл сол диетадан шыққан кезде 4 килограммнан одан асып жинап аласыз. Ол дегеніміз, бұл диетаның көбісі отыра алмайтын нәрсесі, сол қиын жері. Жалпы қыздар, мен бүгін сіздерге айтатын диетамның түрі ол интервалдық ашығу, интервальное голодание деген. Көбінесе қыздар естіген шығарсыздар, кейбірлеріңіз бірінші естісеңіздер, интервалдық ашығу. Бұл интервалдық ашығу арықтау түрі жалпы Нобелевский премия, сіздер білетін шығарсыз, Нобель медицинадан, математикадан, неше түрлі ғалымдардан күшті ашығулар шыққан кезде сол ғалымға, мысалы ашқан ғалымға Нобель премиясын береді. Осы ашығудың түріне шығарған үшін япон ғалымы 2016 жылы япон ғалымы Ясумири Асуми, былайынша айтқанда аты өте қиын, бірақ сонда да сол ғалым интервалдық ашығу туралы бірінші рет айтқан. Ол ғалым осылай көп рет зерттеп, бұл ашығу түрін ең ыңғайлы, ең денсаулыққа пайдалы екенін жалпы айтып өткен. Неге бұл ашығудың түрі жалпы 16 былай дробь 8 жүйесі бойынша жүреді. Бұл ашығу түрін бұл ғалым тексерген кезде, зерттеген кезде, және барлығын айтып ең соңында қорытындыға келген кезде, ол тек сіз ашып қана қоймайсыз, бұл ағзадағы барлық өмір бойы келе жатқан шлактарды, өмір бойы келатқан барлық таза емес заттарын шығаратын. Жалпы ағза өзінің майын өзі жейді. Ол қалай схемасы? Сіз 16 сағат бойы ашығасыз, жалпы ештеңе тағам жемейсіз, 8 сағат бойы жеуге болады. Бұл басқа диеталардан, жалпы неше түрлі айтып өттім ғой алдында, сол диетадан ең оңай жақсысы бұл 8 сағат бойы сіз не жесеңіз де өзіңіз білесіз. Ондай былайынша айтқан кезде мынаны жеме, мынаны азайт, немесе тек қана мынау гречкада отыр, тек қана бір тағамда отыр деген сізде қаулдар жоқ. Тек қана сізде отыратын 8 сағатқа бойы ғана ашыға аласыз.
тек 8 сағат қана бойы сіз тағам жей аласыз. Ол қалай? Мысалы, мен осыны бір апта бойы отырып көрдім. Біріншісінде 1-2 күн қиналасыз, одан кейін оңай. Мысалы, 8 сағат азанда сіз 9-да тағам жесеңіз, кешкі 6-ға дейін сіз тағамданып болуыңыз керек. Сосын 6-дан келесі азанға дейін түнде ұйықтайсыз, кешкі 6-дан түнде ұйықтайсыз, азан болады, азанда 9-да ғана жеуге болады. Сонда жаңағы 6-дан азанғы 9-ға дейін 16 сағатыңыз өтеді. Ұйықтаған кезде ашыққаныңыз білінбейді ғой. Сонда азанда 9-да тұрып, тағы да тағамданасыз, азанғы тағамды, одан кейін түскі тағамды, одан кейін кешкі тағамды 6-да бітіресіз. Сонымен 9-дан 6-ға дейін ғана тағам жесеңіз, жалпы өте керемет. Егер сіз кешке қарай тағамды мысалы жұмыстан кеш келесіз, немесе басқа жұмыстарыңыз болып 8-де тағам жеп қалсаңыз, мысалы 8-де жесеңіз, онда 12-де тағамдануыңыз керек. Кешкі 8-де болса 12-де тағамдануыңыз керек. Ал егер 7-де жапсаңыз, мысалы аузыңызда соған кеп тұр ғой, енді жемейтін болсаңыз, соңғы тағамыңызды, кешкі тағамыңызды 7-де жесеңіз кешкі, онда азанда 6-да, азан емес, онда күндіз болады ғой, 11-де тағамданасыз. Немесе онда сонымен 16 сағатты есептейсіз. Соңғы тағамыңыз мысалы кешке 6-да болса, азанда 9-да, 7-де болса 9-да, 6-да болса 8-де, сонда 16 сағат болу керек, соны есептейсіз. Мен қазір мына жерге есептеп сіздерге схемасын беремін, қалай тағамдану керек. Бұл тағамдану түрі неге басқа диетағаларға қарағанда жалпы өте көп жақсы жағы бар. Мысалы, сіз жалпы адам ағзасы қазіргі зерттеулер бойынша өте шаршаған дейді. Неге? Қазір өте аурулар көбейіп кетті. Көбінесе мен бір апта осы интервалдық ашығуда отырған кезде менің өзім сезімім қалай болды? Мен өзім азанда ерте тұра алатын болдым, ұйқышылдығым кетті. Жалпы өзімді жеңіл сезіндім, өйткені мен 2 килограмм арықтадым. Өйткені мен бұл диетаны қатты сақтанған жоқпын. Неге? Мен өйткені өзім омыраумен емізем. Қазір омыраумен емізем. Балам 2 айлық, сондықтан бұл диетада қыздар, егер сізде сүтпен емізіп жүрсеңіз, бұл диета, жалпы диета деп айтайық, жалпы отыруға болмайды. Өйткені бұл кезде сіз 6-дан кейін де, 7-ден кейін де, 8-ден кейін де балаға сүт болу үшін сіз тағамдануыңыз керек. Бұл жалпы ашығу түрі, бұл көбінесе жалпы жүкті емес, денсаулығы жақсы, бірақ арықтағысы келіп жүрген қыздарға міне осы ең оңай түр деп ойлаймын. Өйткені сіздер жалпы 7-ден кейін, көбінесе адамдар 7-ден кейін жемесеңіз, мысалы сіз 11-де ұйықтайтын болсаңыз, сол 4-3 сағаттың ішінде сіз ассыз жүре аласыз деп ойдамын. Одан кейін сіз ұйықтайсыз. Ұйықтап тұрғаннан кейін сағат 10-да 16 сағат өтеді. Сол кезде 10-да келіп тамағыңызды ішсеңіз керемет болады. Мысалы, онда көбінесе сондай қыздар бар. Балдар жоқ, оқитын немесе жұмыс ететін қыздар, ол азанда 9-да жұмысына барады, 1 сағат жүргеннен кейін 10-да тағамдануға мүмкіншіліктеріңіз бар. Және де бұл диетада көбінесе тағамды азайтпайсыз. Мысалы, азанда қалай тағамдандыңыз? Мысалы, азанда каша жейтін болсаңыз, сол кашаңыз жейсіз. Түсте тағамданатын болсаңыз, мысалы, сорпа немесе плов немесе басқа да тағамдарыңызды сол күйінше жейсіз. Кешке қарай сол тағамыңызды жейсіз. Ешқандай өзіңізді азайтып, тағамды азайтып, әрине осы мен қазір кешке қарай тамақ жемеймін, жалпы ашығамын деп сіздер күні бойы тағам жеумен айналсаңыз, әрине сіз ешқандай арықтамайсыз. Сіз күнделікті қалай тағамдандыңыз, солай тағамдануыңыз керек. Ең бірінші айтатыным, мен бұл жалпы өмірде нанды азайту керек. Сіз арықтағыңыз келсе, 30-дан кейін жалпы әйел ағзасы өте жай жұмыс істейді. Оны білесіздер ғой. 30-дан кейін жалпы ағза кәртейе бастағандықтан зат алмасу өте жай болады. Ол неге? Ол дәлелденген нәрсе. Сіз бұрында қатты тез
қыз болсаңыз, зат алмасуыңыз күшті жұмыс істейтін болса, 30-ға келген кезде сіз зат алмасуыңыз төмен түседі. Қайтсеңіз де сіз деген тамақты азайтуыңыз керек. Бұрынғыдай кішкентай қыз болған кезде 2-3 нанды жеп алып, оның үстіне тамақ жеп, одан кейін нанды вареньемен жеп, ондай әрине ондай зат алмасу қазір жоқ. Егер сіз 30-дан асқан, 25-тен асқан қыз болсаңыз, сіздің зат алмасуыңыз жаймендеп төмен қарай түседі. Ол дегеніміз барлық белге, қолға немесе бетке, барлық жерге май болып жиналады. Оның бәрін ағза тез қорытып сыртқа шығара алмайды. Сондықтан қыздар, бұл диета мен ойымша өте ыңғайлы диета. Өйткені бұлда сіз ашыққан кезде өзіңізді сол қарапайым тағамдарыңызды қолданасыз. Тек қана бұл ашығу тек 7-ден кейін немесе 6-дан кейін кімге қалай ұнайды. Мысалы 8 кешкі 8-де мысалы ең соңғы тағам болса, азанда 12-де бірінші тағамыңызды ішесіз. Сол әркім әртүрлі. Кейбіреулер 12-ге шейін ұйықтайтын адамдар болады, балаларыңыз жоқ болса, білмеймін, үй жағдайларыңыз ауыр, 12-де ұйықтан тұрып тамақ ішетін адамдар болады. Кейбіреулер азанмен ішетін адамдар. Олар азанмен ішетін адамдарға 6-да соңғы тағамын ішсе, сонда 9-да бірінші тағамдарын ішеді. Солай әркім өз жағдайына байланысты тек қана 8 сағат тағамдану, 16 сағат ашығу болу керек. Бұл интервалдық ашығу тек қана диета, тек қана арықтауға ғана емес. Бұл диета жалпы қыздар денсаулықты тазарту, денсаулықты шлактардан, өмір бойы күн бойы жиналған майдан бәрінен тазарту. Бұл ашығу түрінде ағза өзінің майын жейді. Сіз ашығып жатқан кезде, мысалы 6-дан кейін тамақ жемейсіз, 8, 9, 10, 11 түні бойы азанда 9-ға дейін ағза өзінің жиналған терасты майлары бар ғой, сонымен тағамданады. Солай сіз арисыз. Бұл мен диетада бұл қатты отырған жоқ, мен түсіндірдім, мен омыраумен емізіп жүрмін. Сондықтан маған олай диетаға отыруға болмайды. Қыздар, егер сіздер жалпы емізетін болсаңыздар, өкінішке орай болмайды. Және де қант диабетімен ауыратын адамдарға болмайды. Өйткені инсулин алып жүрген адамдарға жалпы болмайды. Өйткені бұл ауру өте қатерлі, ешқандай ашығуға ол кезде болмайды. Және де қыздар, көбінесе неге мен арықтамаймын, диетада жүрмін, сонда да арықтамаймын деген қыздар, осыны қолданып көріңіздер. Мүмкін сіздерге көмектеседі. Мен интернетте оқығанда қыздардың айтуы бойынша бір аптада 5 келіге арықтаған қыздар, 3 келіге, бір айда 10 келі тастаған қыздар бар осы ашығу түрімен. Ол қыздар жалпы түстегі кешкі тағамдарын дәл осылай жеген, тек қана кешке қарай жаңағы ашығу болған. Ашығу кезде кешке қарай азанда, түнде су ішуге болады қыздар. Жалпы тағам жемейсіз, бірақ су ішуге болады. Ол немесе шай ішуге болады қантсыз. Сол кезде ашығу түрі жалпы суды ішуге міндеттісіз, өйткені сусыз адам болмайды, жалпы шөлдейсіздер. Сол қыздар, сіздер интервалдық ашығу туралы мен күшті ақпарат бердім деп ойлаймын. Бұл біреудің ойынан шығара салған нәрсе емес. Бұл Нобель премиясын алған адам, япон ғалымы шығарылған, зерттелген, дәлелденген, нүктесі қойылған, барлық жағынан зерттелген ақпарат. Қыздар, мен бұл тақырыпқа тағы да жақсылап видео жасаймын. Интервалдық ашығуды қалай болу керек, қандай диеталарда айырмашылығы, ағзаға деген пайдасы барлығы туралы кішкентай қысқаша видео шығарамын. Бұл видеода мен өзім түрін көрінбесе де, осындай слайдтар арқылы үстінен сөйлеп тұрамын. Слайдтар арқылы барлығын сіздерге түсіндіріп көрсетемін, қыздар. Сол бұл ақпарат қазақ ютубында мен бірінші рет айтып отырмын. Сіздерге егер қызық болса, лайк қойыңыздар, қыздар. Сіздердің рахметтеріңіз болсын, лайк қойыңыздар. Және де комментарийді жалпы осы диета түрімен білдіңіз ба, мен арқылы білдіңіз бе, жалпы диеталардың қандайын ұстап көрдіңіз, маған өте қызық. Өйткені мен жүктіліктен кейін 5 келі арықтауым керек болып отыр. Өйткені мен салмағым қазір 59, мен 55-ке дейін 59-60 тағам жеген кезінде 60 болады. Жалпы
егер ештеңе жемей азандап өлшенген кезде 59 болады. Оны азайту үшін маған 5 келідей азайтуым керек. 55 болса менің бұрынғы салмағыма келеді. Сондықтан қыздар, бірге арықтайық, бірге нәтижелерімізді бөлісейік. Я көмектескен жоқ, ақпарат ұнаса, лайк, комментарий, барлығына не ойласаңыздар барлығын жаза беріңіздер. Әрине адамның еңбегін, сіздерге ешкімге мен жамандық айтып отқан жоқпын, жаман нәрсе. Сондықтан комментарий жазған кезде шамалы мәдениетті сақтап, мәдени тілді сақтап, бір-бірімізді солай сөйлесейік қыздар. Өйткені қазақ қыздары ешқашан боқтап солай сөйлеспеген менің ойымша. Барлығы қыздар, сіздерді өте жақсы көремін. Келесі видеоларда мен сіздермен лимонадты қалай жасау және де балмұздақты жалпы қалай жасау туралы сіздерге бөлсем, өйткені бұл ыстық күндерді мұздай лимонадпен және де мұздай қолдан жасалған балмұздақпен сіздерге бөліскім келеді. Өйткені күнде жасаймын сол балмұздақты. Бүгін ойыма келді, неге сол қыздарға көрсетіп бөліспеске деген сияқты. Сол қыздар, келесі кездескенше сау болыңыздар.